Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсе де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса да, осы адамның баласының жалықпай тұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтаннан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суый бастайды. Дүние бір қалыпта тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпта тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпта тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпта тұра алады? Бірақ осы жалығу деген әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсыз, дүниенің әрбір қызығының ақырын, шолақтығын көрген білгендер тіршіліктің де жалғаса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен.